Assalamu алейкум, қадірменді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз Қазақстанның әуе қорғаныс күштерінің сапындағы су жаңа ұшақ Су-30СМ жойғыш ұшағы жөнінде болмақ. Бұл Су-30СМ Ресейде шығарылатын көп мақсатты жойғыш ұшағы. Бұл Үндістан әуе күштері үшін шығарылған Су-30МК ұшағының модификациясы. Техникалық және ұшу сипаттамаларына байланысты Су-30СМ 4++ буына жатады. Бұл машинаның басты міндеті әуе кеңістігінде үстемдік алу. Су-30СМ сипаттамаларын және оны өндіру тарихын егжей-тегжейлі қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. жылдардың ортасында ресейлік авиаконструкторлар Үндістан әуе күштеріне Су-30МК ұшағын жасап шығарады. МК аббревиатурасы жаңартылған коммерциялық үнді дегенді білдіреді. Бұл машина 1988 басталған әйгілі Су-27 ұшағының терең модернизациясының нәтижесі болды. Кейінірек Су-30МК ішкі нарыққа бейімделіп, осылайша оның негізінде Су-30СМ моделі пайда болады. Бүгінгі таңда бұл ұшақ әлемдегі алдыңғы қатарлы жауынгерлік жойғыш ұшақтардың бірі және Су-27 желісінің даму шыңы болып саналады. Су-30СМнің мүмкіндіктері өте кең. Ол берілген тапсырмаларды ауа райының жағдайына және тәуліктің уақытына қарамастан орындай алады. Әуе нысандарынан басқа ол жердегі нысандарды тиімді түрде жоя алады. Сондай-ақ барлау жүргізеді және топтың басқа ұшақтарына арналған нысандар туралы мәліметтер жібере алады. 2012 жылдың қыркүйегінде Су-30СМ жойғыш ұшағы алғаш рет әуеге көтеріледі. Сол жылдың соңында ол Ресей Федерациясы әскери әуе күштерінің сапына қабылданады. 1986 жылы Кеңес одағында Су-27 көп мақсатты жойғыш ұшағын пайдалану басталды. Бірақ бір жылдан кейін әскери басшылық оны жетілдіру жұмыстарын бастады. Технологияның қарқынды дамуына байланысты өзгерістер әуе кемесінің тактикалық техникалық сипаттамалары мен жабдықталуына ғана емес, жалпы әуе ұрысы тұжырымдамасына да әсер етті. Белсенді фазалық массиві бар радиолокациялық станцияларды пайдалану жойғыш ұшаққа тек әуе шайқасын өткізіп қана қоймай, ДРЛО ұшақтарының, яғни алыс радиолокациялық анықтау ұшақтарының кейбір функцияларын ала отырып, ұшақтар тобын басқаруға мүмкіндік берді. Осыған сүйене отырып, әуе шабуылына қарсы қорғаныс басшылығы тежегіш функцияларын орындай алатын және Су-27 тобының ұшатын командалық пункт ретінде пайдаланатын машина алғысы келді. Кеңес одағының шекаралары үлкен ұзындыққа ие болғандықтан және аэродромдардың жетіспейтіндігін ескере отырып, мұндай мүмкіндіктерге ие көлік өте қажет болды. Әскерилер мұндай мәселелерді шешу үшін екі орындық ұшақ ең қолайлы деп санайды. Мысал ретінде олар Су-27 УБ моделін екі орындық оқу жауынгерлік нұсқасын келтіреді. Ол қайталанатын басқарумен жабдықталған, бірақ негізі бір орындық нұсқасынан кем түспейді. Жауынгерлердің заманауи электронды және радарлық жабдықтары соншалықты көп функционалды және қиын. Сондықтан бір ұшқышқа жылдам маневрлік ұрыс жағдайында оның барлық әлеуетін жүзеге асыру өте қиын. Сонымен қатар, жақын жерде серіктестің болуы ұзақ мерзімді патрульдеу жағдайында жағымды психологиялық әсер етеді. Бір ұшқыш машинаны басқарып, жақын қашықта соғысып жатқанда, екіншісі әуе жағдайын талдап, бүкіл жауынгерлік топтың әрекеттерін басқара алады. Екі орындықты ұшақты жасау бойынша жұмыс Сухой конструкторлық бюросында 90-шы жылдардың соңында басталады. Күтілгендей модернизациялау үшін базалық көліктің рөлін Су-27 УБ атқарады.
Оның таңдалуы 2 орындық кабинаның қару-жарақты іліп қоюға арналған 10 нүктенің және көлемді жанармай бактарының болуына байланысты болды. Жаңа машинаның ауқымы одан да маңызды болу үшін конструкторлар оны әуеде жанармай құю жабдықтарымен қамтамасыз етті. Жаңа ұшақтың алғашқы прототипі Ту-10У-5 деп аталды. 2 орынды жойғыш ұшақ қашықтықтан бақылаудың жаңа жүйесімен және навигация жүйесімен жабдықталған. Топ командирінің жұмыс орны артқы кабинада орналасқан. Ол ауа райы жағдайы туралы барлық қажетті ақпаратты көрсететін үлкен форматты индикатормен жабдықталған. Сырт қарағанда жаңа жойғыш ұшақ іс жүзінде негізгі базалық нұсқасынан көп ерекшеленбейді. Ол бірдей техникалық параметрлерді тамаша өңдеуді және жоғары сенімділікті алды. 1991 жылы Иркутскіде қазіргі Су-30 деп аталатын машина жаппай өндіріске енгізілді. Шын мәнінде бұл Су-30 SM жойғыш ұшағы бұл Су-30 МК моделінің толық көшірмесі. Оның жүйелері Ресейдің әскери әуе күштері үшін қолдануға бейімделген. Бұл көлік көп мақсатты ұшақ. Ол әуеде ұрыс жүргізе алады. Қазіргі заманғы жаудың ұшақтарына соққы бере алады. Әуеде басымдылыққа ие болады және қарсыластың қозғалмайтын және қозғалмалы нысандарына соққы береді. Сонымен қатар Су-30 SM сипаттамалары оған әскери авиацияның соққы жасайтын топтарын сүйемелдеуге және қорғауға, өз тобының ұшақтарына мақсатты нысандарды көрсетуге және қарсыластың радиолокациялық жүйелеріне қарсы тұруға мүмкіндік береді. Бұл ұшақты теңіз шайқасында да қолдануға болады. Өйткені ол қарсыластың су үстіндегі нысандарын, кемелерін дербес және соққы тобының құрамында анықтауға және жоюға қабілетті. Су-30 SM 2 орынды ауыр жойғыш ұшағы. Ол AL-31FP қозғалтқышымен жабдықталған. Ұшақтың басты ерекшеліктерінің бірі ұшқыштар бірінен соң бірі орналасқан кабинада отырады. Фазалық тормен жабдықталған борттық радиоэлектрондық станцияның болуы бір уақытта 15 нысанды анықтауға және сүйемелдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, олардың 4-еуін бір мезгілде шабуыл жасай алады. Ұшқыштардың жұмысы алдыңғы әйнектегі дисплей жүйелерімен және шлемде орнатылған нысанды көздеу кешенімен жеңілдетілген. Кабина сонымен қатар көп мақсатты сұйық кристалды дисплейлермен жабдықталған. Осының арқасында ұшқыштар әуе жағдайын үнемі бақылап біліп отырады. Су-30 SM ұшағының құрылымында стелс технологиясы қарастырылмаған. Осылайша, оның қорғанысы қуатты электронды соғыс жүйесі арқылы жаудың радиолокациялық күшін басуға ғана негізделген. Оның құрамына Хибин және Сорбция кешендері кіреді. Олар жаудың әуе кемесінің төмен қуатты радиолокациялық станцияларын басып қана қоймай, сонымен қатар жердегі радиолокациялық кешендерді бейтараптандыруға қабілетті. Ұшақтың жауынгерлік жүктемесі 8 тонна. Онда зымырандық және бомбалық қарудың кең спектрін ілуге арналған 12 түйін бар. Ұшақ қысқа және орта қашықтықтағы әуе ұрысы үшін басқарылатын зымырандармен, салмағы 250 немесе 500 кг болатын басқарылмайтын әуе бомбалармен және басқарылмайтын авиациялық ракеталар бар контейнерлермен қарулана алады. Зымыран мен бомба қару жарағынан басқа ол 30 мм ГШ-31 зеңбірегімен жабдықталған. 2020 жылғы 7 қарашада Қазақстан қорғаныс министрлігі хабарлағандай, Су-30 SM жаңа ұшақтарының буыны Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіров атындағы Қарағанды авиациялық базасына келді. Су-30 SM көп функционалды жойғыштары Ресей Федерациясымен келісім және Қазақстан қарулы күштерін қайта жарақтандыру бағдарламасы бойынша әскери әуе күштеріне алынып жатыр. Қарағанды авиациялық базасының ұшу және инженерлік техникалық құрамы
Талдықорғанда және дайындаушы зауытта толық қайта оқудан өтті. Олар осы типтегі ұшақтарды басқаруға, пайдалануға және техникалық қызмет көрсетуге рұқсат алды. Осылайша Қазақстанның әуе қорғаныс күштерінің Қарағандыдағы 610-шы авиациялық базасы Иркутск авиациялық зауытының жаңа өндірісіндегі Су-30 См-4 жойғышын алды. Осылайша осы үлгідегі ұшақтарды алған Қазақстанның әуе қорғаныс күштерінің екінші базасына айналды. Бұған дейін Су-30 См-нің 16 ұшағын Талдықорған қаласындағы 604-ші авиациялық база алған болатын. Қарағандыдағы 610-шы әуе базасында МиГ-31 жойғыш ұшақтарының бір эскадрильясы бар. Олардың саны 10 ұшақты құрайды. 8-і МиГ-31Б және 2-і МиГ-31ДЗ. Олар Ресейде 2009-2014 жылдар аралығында жөндеуден және ішінара модернизациядан өтті. Бірқатар хабарламаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі осы МиГ-31 ұшақтарын модернизация мен қайта жөндеу жоспарынан бас тартқан. Сондықтан олар алдағы бірнеше жылда пайдаланудан шығарылуы мүмкін. Және осы Су-30 См ұшақтары мен МиГ-31 ұшақтарын ауыстыру мүмкін деген хабарлар бар. 2017 жылғы тамызда Ресей мен Қазақстан тағы 12 Су-30 См ұшағын жеткізуге 3 жылдық келісімшартқа қол қойды. Оның шеңберінде 2018 жылғы мамырда 2019-2020 жылдары 8 жойғыш ұшақты жеткізуге келісімшарт жасалды. Қызыл борттық нөмірлері бар алғашқы 4 ұшақ 14-тен 17-ге дейін 2020 жылы басқа деректер бойынша іс жүзінде 2019 жылдың соңында Талдықорған қаласына жеткізілді. Енді 01-ден 04-ге дейінгі қызыл борттық нөмірлері бар тағы 4 ұшақ Қарағандыға 610-шы әуе базасына жеткізілді. Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстан Қорғаныс Министрлігі 36 Су-30 См ұшағын сатып алуды жоспарлап отыр. Құрметті көрермендер, өздеріңіздің осы Су-30 ұшағы жөнінде ой-пікірлеріңізді комментарий арқылы білдірулеріңізді және осы видео ұнаса лайк басып, осы арнаға жазылуларыңызды сұраймыз. Баршаңызға ассаламу алейкум.